Мұстафа Өзтүріктің ұлы Нәзірбек Өзтүріктің естелігінен. Ең бірінші өзімнің қазақ екенімді мақтанышпен айтамын. Екіншіден, Қазақстан менің ана отаным. Біздің ата-бабамыздың елі, салтымыз, дәстүріміз Қазақстанмен тығыз байланысты деп айталамын. Сондықтан мен үшін қазақ болудың орны ерекше. Балалық шағымыз Түркияда өтті. Ол жақта көптеген туыстарымыз бар. Бала туылғанда бесікке саларында, шілдеханада, үйлену тойда, қайтыс болғандағы жоралар бәрі көз алдымызда өтті. Жастайымыздан соларды жадымызға тоқып өстік. Әкеммен Қазақстанға барғаным еміс-еміс есімде. Ол кезде 11-12 жаста едім. Кейінірек бірнеше рет барып, туған жердің топырағын сүйіп қайттым. Алайда көп уақыт болмағандықтан Қазақстанның әр түкпірін толық білемін деп айта алмаймын. Алматыны, Астананы, Қарағандыны, Семейді білемін. Қазақстан туралы ақпараттарды мүмкіндігінше кеңінен тануға тырысамын. Алматыға бардым. Қала туралы кітаптарды оқыдым. Интернеттен мағлұматқа қанық болдым. Астана мені қатты қызықтырады. Астанаға бару менің алдағы уақыттағы мақсатым болмақ. Таэквондомен бала кезімде айналыса бастадым. Әкеммен бірге жаттығатын едім. Маған үйретіп отыратын. Қазақстанға келгеннен кейін маған қарайлайтын уақыты болмады. Сол себепті жеке дайындалуыма тура келді. Әкемнің шәкірттері өте көп еді. Басым бөлігі жетістіктерге жетті. Кейбірі мектептер ашты. Қазірде уақытым болғанда жаттығу жасап тұрамын. Белбеу алу, дан алу өте қиын. Әкемнің мезгілсіз қайтуы отбасылық мәселелерге байланысты таэквондоны толық меңгеріп шыға алмадым. Әке жолын жалғастыра алмауыма осы жағдайлар себеп болды. Таэквондодағы белбеуім жасыл түсті. Әкеден жастайымнан айырылғандықтан болар, мен үшін әке ұлы тұлға. Әр жыл сайын Түркияға әкеміздің басына барып қайтамыз. Құранымызды оқып, артынан дұға тілектерімізді бағыштап отырамыз. Оқыған Ақмарал Жайлаубайқызы.